Асқыстағы Сергей Кармчаковтың адының спорт өргізінді бүкін иледі шоншылысқан марық арылышылары саналы сигзон жекізі. Күстерінің базы ұстарының санозырға олардың пасқа шет қыстыр келген өк. Бұл спортсменер кикбоксингтің айғасшылар. Ең кішігілері өніз 14 жастығылар олуғлары тізің етсөктері тыпырған олар. Ең ар пасшатқанарының көдерімі 81 килограммға шетші. Командалар Минусинск, Зеленый Бортом, Черногорск, потом Сайногорск, Абакан, районlardan Асқыс, Пусть-Абаканский районlardan. Мынтық марағылар пісің асқысты еледі бұлшы, но кикбоксинг бір жылда бір ғати бұлшы, біз оға марағыларды қын күршепс. Кикбоксинг біздің республикада телеп шеткін спорт көрімі бұлша. Мұнды олыңай боксты шеле холдыңна тұтыспен азықтың тоғынырға керек. Сілік базы оға қанық көрерге. Хаз хадатын қорғыз ағыл бенчетқаны танықтылша. Олар же произощенные и по правилам харбасилар же ниже пояса чарбасалага и шлем көршедер, перчаткалар защищен, азақтары тоже защищенные. Педи гурзан единоборстволар гурзан по ММА всякие андагамалар гурзан анда кемедегі перчаткалар облегченные, мында мягкие перчаткалар. Чеңішелер санады Данил Чепсараков болпарған. Илік 1 килограмм көдірімді позның оқ ЦСКА командасындағы олының ұзының сынысқын. Сағым ол Михаил Сазоновтың қолында пу спорт көрімінің айғытша. Пастан тізің олыңай боксының білтірді. Пастағы тренері Андрей Чылтығмашев күстік спортсменер темді пастан кізі. Ноябрь айда аны қолында өскін Данил Трояков кикбоксинг шетелік чемпионатында алтын медаль ұтып алған. Бұди пастыл шешитерінің спорт шүштізі. Олыңай алдағы горытығы спорт школаларының секцияларында ебді ерчеткін марғылардың оларға шол улуг арга мөрелерге асылча.